Жалғастырамыз. Облыс орталығында мәдениет үйі мен жаңа медициналық нысандардың құрылысы қарқынды жүруде. Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров облыс орталығында бой көтеріп жатқан бірқатар әлеуметтік нысандардың құрылыс алаңында болып, атқарылып жатқан жұмыс барысын пысықтады. Мердігерлермен кездесіп бірқатар тапсырма жүктеді. Түркістан қаласында оңалту орталығы бой көтерді. Нысанның құрылысы 2020 жылдың қыркүйек айында басталған болатын. Жаңа орталық қажетті жабдықтармен толық қамтылмақ. Мұнда балаларға арналған ойын алаңдары да қарастырылған. Жаңа нысан жақында ел игілігіне берілмек. Бұдан бөлек облыс орталығында мәдениет үйі салынуда. Ғимараттың жалпы ауданы 10 000 шаршы метр. Құрылыс жұмыстарын биыл аяқтау жоспарланып отыр. Сонымен қатар облыс әкімі 570 орындық көпбейінді облыстық аурухана құрылысының барысымен танысты. Заманауи үлгіде салынып жатқан ғимаратта тұрғындардың ем алуына барлық жағдай жасалған. Өңір басшысы Түркістан облысында 2 миллионнан астам адам тұратынын, сондықтан жаңа әлеуметтік нысандарды іске қосу маңызды екенін атап өтті. Жұмыс қарқынын күшейтуді, құрылысқа сапалы материалдарды қолдануды тапсырды.